тау ішіңде түнделетіп. Hi everyone, I came back. My horse survived winter. It's spring in Kazakhstan. 400 kilometers until Almaty. Ақ боз атым солан қағып, шалтақтап қолақтарың елеңдетіп. Ақ боз ат менің тұлпарым, шалқыған көңіл сұңқарын, көкірек кере жұттым мен, ауанын жазғы жұпарын. Ақо сүмбіл шаш, қарай көзің тәттай сөзін, білгейсін келгенімді жалғыз өзің. Қарай көзің тәттай. Good morning, қайырлы таң. Бүгін екінші күн. Second day. No. Yesterday I'm very tired now. So I hope today will be fine. Кеше өте шаршадым. 42 километр жүрдім. Арғымақ дайын. Жолға. Let's go. Екінші күн бітіп келе жатыр. Меркі қаласында. Сырт жағында бір өзен бар екен. Керемет жасыл жер. I decided to stop here. It's second day finished. Бүгін 10 километрден аса уақыт жүрдім. Жолда керемет көлді кезіктірдім. Көлдің аты Шу көлі екен. Шу өзенінің бойында. Шудың бойында дегендей. Now is lunch time. Түскі асқа тоқтадым. Ал кеттік. тәттай сөзін білгейсін келгенімді жалғыз
Кеш достар, good evening. 4-ші күн бітті. 4th day is finished now. So I found one lake with many birds and the fish. So I'm enjoying with my time and I will sleep here today. Бүгін мұрада ұйықтаймын. Мына көл керемет жер екен. So I'm going to open my tent. Шатырымды ашам. My horse keep going also. Very strong. Yeah, happy with him also. So see you in 5th day. 5-ші күнде көріскенше. Міне керемет көрініс. Керемет көл. Nice view. Nice evening. I'm very happy. Өте қуаныштымын. Осындай керемет Атпен Қазақстанның табиғатын тамашалап жыл сайын арғымақ демалып жатыр міне. My horse now resting. Қайырлы таң, салам алейкум. Good morning everyone. Today is 6th day, 6-ші күн. Кеше өте ұзақ жол жүрдім. Осы өткен жылдан бергі. Шамамен 50 километр жүрдім. I ride yesterday 50 kilometer. It was my longest. A little bit tired, but everything fine, everything good. Кеше су болмай, жолда ешқандай ауылдар да жоқ. Сондықтан өзеннің суын алып, соны ішкен болатын. Су бірақ таза емес болатын. Yesterday was on my way, no any small village. Water was finished, but luckily evening was finished for day. Especially when it was hot, you need water. So after that I found one river and I drink from river, but it was not so clean water, but anyway I have water. Енді ары қарай жалғастырамыз. 6-ші күн. Let's go. Finished 7 days. Today is 8 days. So what I experienced different than last year, because this year I'm more prepared. It's different part of Kazakhstan. Last year was like more people inviting me. This year not, for example. But this year was like with preparation was like perfect. Өткен жылғы айырмашылығы жаңағы бұл өткен жылғыда кеткен кемшіліктерді түзеп, биыл соның бәрін қарастырып дайындалып шықтым. Сондықтан заттарым, палатка деген шатыр, жаңағы газдың барлары жақсы жұмыс істеп жатыр. Жамбыл облысы, оңтүстік Қазақстан облысына қарағанда адамдары жаңағы үйіне шақыру ондай жоқ екен. Ренжісе жоқ, қандай проблемалар болған жоқ, ешқандай өткен жылға қарағанда кейбір жерлерде бәрі жақсы өтіп жатыр. This year I will finish first this next week. I mean like after 7 days. Комментарий жазып, жаңағы лайк басып отырыңыздар. Бүгін 8-ші күнде бітіп келе жатыр. Making stop in nice place.
Алматыға өттім. Керемет, мына таудың төбесінде тұрып, Алматыға 180 километрдей қалды. 10-шы күн бүгін. After reaching Almaty, I will try to ride Southeast Kazakhstan until biggest mountain called Hantengri. This year will be more horse riding. Good morning, Айлытаң. I'm in Или Алатау National Park. Или Алатау ұлттық саябағындамын. Міне атым тұр. Видео түсіруден біраз үзіліс алып, бір аптадай болды тауда жүрмін. Now I'm almost 1 week in this national park, but I didn't make any video because of I wanted to make a break. So now I'm starting right now. 10 километр көкжайлауға дейін қалды. Мен тұрған жер осындай. Түнде ана жерде от жағып. Yesterday I make fire here. 10 km until one of beautiful place in this national park.
көкжайлауға көтеріліп бара жатырмын. Біраз машиналар мына жерден көтеріле алмайды екен. I'm going up to the one beautiful place, көкжайлау. And most cars stop behind me, and only me and my horse can go there. Көкжайлауға дейін 5 километр, 5 километр until beautiful place called көкжайлау. Бір оқиғалар болып жатыр, қызық. Олар айтады, атпен ешкім қыдырмайды бұл жерде. Сондықтан бірден сен жаңағы ат ұрлауға келген сондай деген оймен тексеріп жатыр. Құжаттарымды суретке түсіріп алды. Some car stopped me. He was no one. And one car came and stopped me and asked my passport and checked me. And they said it's strange that I'm traveling with horse. It's not normal. So they asked some questions. They thinking that I'm maybe going to steal their horse or something else, doing some crime. So it's like that. Yesterday also was happening in another part of national park, but I mean, they just asked me go out from national park and I went out, but this part is at least I can travel inside. Басқа жағында осы ұлттық саябақтың мені қуып шықты былайша айтқанда.
Good night, guys. Қайырлы кеш. Hi everyone again. Another day. Бәріне сәлем. Бүгін көкжайлауға келіп, осы жақын жерінде бір өзен бар екен. Yesterday I was in this entered көкжайлау, which is very beautiful place with which not touched. Lots of different kind of animals. I didn't go to deep inside. I just went there close and came back. Let's go. Ал кеттік. Ертең бұйыртса барамыз осы жерде. Бүгін кешке осы жерде от жағып, бүгін отырамыз. Көкжайлауға жеттім. I arrived to көкжайлау. Вот так. Медеу. There's a place, ice skating place called Медеу. Медеу, білесіздер оны. Төмен жақта Медеу орналасқан. Міне көрсетіп жіберейін. Slide. So I'm making break. This is up. I should determine. Good morning. Алатау National Park. көкжайлау. Қайырлы таң достар. Good morning. Making breakfast. Таңғы ас жасап жатырмын. Cooking eggs. Жұмыртқа қуырып отырған. Керемет жерде. Керемет табиғатта. In this beautiful place.
So I'm going to the meadow. It's world's highest ice skating arena. Meadow жаққа қарай жүріп келе жатырмын. Көкжайлауды тастап. This side city Алматы. Бұл жақта Алматы қаласы. Бұл жақта медеу. Бұл жақта көкжайлау. Now last week, 3 days, I think 4 days, raining every day. I think today also going to rain. Жаңбыр жауып жатыр күн сайын, соңғы 2-3 күнде. Вот так. Красота, very beautiful. Керемет, сондай. Міне, Алматы қаласы. Сити Алматы.
Сәмбі тал. Қамшы істеуге әдемі. This kind of wood, it's very good to make something like this. О, я упал с лошади, земля была мокрая, и там вниз скользился. Төмен қарай сырғанап келе жатқанда атпен бірге домалап сырғанадық. Барлық заттарым киім алыстырдым, аяғым су. Балшық. Біраз осындай жағдай қиын былайша өте қиын осындай. I think we have to go home. We are tired. Biz шаршадық, үйге кетіміз келіп, карго шақырып үйге тайып тұрамыз деймін. Вот я где был. It's where I was. Мен болған жер. Арғымақ таң қалып жатыр бөлмейді. Арғымақ дейлейді. Что за животное? What kind of animal is that, huh? What do you think, huh?
Қайырлы таң. Осы жерге палатка аштық. Мынау алда тұрған тұз көл. Мынау алда тұрған арғымақ дегендей. Мынау тұрған арғымақ. Біз келгеннен тұз көлге дейін 7-6 күнде жеттік. Міне тұз көл, бұл тұзды көл. In 6 days we arrived to Tuzkol from Kigen to Tuzkol, and you can see here sea and Хантангыр мен Tuzkol көріп отырмыз. Мынау Tuzkol. Оның ар жағында көріп тұрмыз ба, жоқ па? Хантангыр көрінеді негізінен, әні аздап көрінді. Сол Хантангыры. Осы мына айнала керемет таулар. Ана жерде бұлақ. Осылай. Тұз көл міне. Хантангыры алыста орналасқан. Осы таулардың арасындағы ең үлкені Хантангыры. Кеш жарық. Good evening. Добрый вечер. Хантангыры. Кешке қарай міне. Қандай көрініс. метр. 7100 метр биіктік. Қазақстанның ең үлкен тауларының бірі Хантангыры. Мынау Тұз көлдегі
бейнесі. Тұзкөл, Қошқыл, Нарынқолға кеттік. Goodbye Тұзкөл, we are going to direction Нарынқол. Тұзкөлде бір күн қондық. Енді керемет жер ғой Тұзкөл. Хан тәңір көрінеді. Бұлақ бар жанында. Жаңбыр жауды. Енді таласқа қарай жүріп бара жатырық. Was rain, now sunny. Going to the southeast. Текес өзеніне 5 километр, 7 километрдей қалды. Текес пен Нарынқолдың арасында 20 километр бар. Текеске де жақындап қалдық. Close to Текес. River Текес. Good morning, қайырлы таң. Үдіс арсарданан. Текес өзені мынау тұрған. Баян көл, ар жағы тау. Текес өзеніне келіп, палаткамызды құрып, мына жерде бұрынғы қойшылардың үйлері жатыр екен. Бірақ адам жоқ ішінде. This old place who lived here, nomads, already nobody here. So here's the river Tekes. This side is Баян көл, that we want to go there. Осы Текестің жан жағы жар, Ағызғат деген Сырдария сияқты. Міне осылай. Мынау тұрған арғымақ. Жол бойы үйір-үйір жылқылар. All the way, horses. Су ішу керек. We need to drink water. You don't want? Текес. Біз осы екі артаға кіруіміз керек. Баян көл. Текес аудандық округі, қош келдіңіздер. Welcome to the Текес. Нарынқол 17 километр, Сарыбастау 27 километр. Алыстап кеттік. Village Tekes. We left.
Баянколго бара жатырык. We going to Баянкол. We stopped here. Бул жерге токтадык. Going to stop here. Open our tent. Түнү шыктык ошол жерге. After sleeping here, we going to direction to Баянкол. Between mountains. Баянкол, Аккөл. Таудың арасына, Кыргызстандын границасына карай. Былайча айтканда таудың арасына кирдик, ары карай енді алдык, елді мекен жерлер жок. We going inside the mountain, which is direction Kyrgyzstan, direction to border Kyrgyzstan. No any village, no any city, only mountain, river, nature, sunny day. Міне керемет жерге кеп тоқтадық. Осы жерде қойшылардың үйі бар екен, бірақ бос. So our tenting place, we stop here. Біздің шатыр дайын. Our tent is ready. Аттар қаңтарылып тұр. Horses taking break. От жағып жатырық. От жанып жатыр. Күшті от.
Ертең осы таудың басына көтерілуге жоспарлап жатырық. Tomorrow planning to climb up to this mountain 3700 метр, 3700 метр. Бүгін атты демалдырып жаяу шықтым. Енді 2-3 күнде атты демалдырамын да осылай жаяу тауды аралаймын. Today only hiking. 3 days not horse riding. Мына жерде пияз тауып алдым. Таудың тоже иісі шығады. Пияз сияқты. I found some onion. Қатып қалған екен. Ұрықтап кеткен ғой. Бара жатыр, қайтамын артқа. Жақын жерге келгенде қайттым енді. I'm going to back because going to be night, dark. Қайырлы таң. Ақкөл деген көлге бара жатырық. Ақкөл.
Ақкөлге 10 километрдей жер барамыз, 10 километр жаяу, 10 километр жаяу қайтамыз. Аттарды демалдырып жатырық. 20 километр going back to Ақкөл, hiking. Our horse is now resting. Tomorrow last day. So after that we riding back to village. Алматыға қайтамыз. Ертең бір күн қалды. Қазақстанның бұрышы, Қытай мен Қырғызстан шекаралас. Арнайы рұқсатпен кіру керек. Бірақ көруге тұрарлық жер.
Жол жоқ. Жүру қиын болып жатыр. There no way. It's getting difficult to arrive to Ақкөл. Шаршап кеттім кәдімгідей. Жақындап қалған сияқтымыз. Very tired. Right there. Жақындап қалдық. Тастардың арғы беті. Close to Ақкөл. After this stone. Жеттік ау ақырында Ақкөлге. Finally. We are in Ақкөл. Аймақта күңіреңді бөлеңдетіп, астымда ақ боз атым солан қағып, шалтақтап қолақтарың елеңдетіп, ақ боз ат менің тұлпарым, шалқыған көңіл сұңқарын, көкірек кере жұт. Арқардың басы. Арқардың басы ауыр екен. Ал енді қайттық. Now going back. Шейін үлгеру керек. Dark. Have to go back. Төмен қарай тез түстік. Going back it was easy because you have to go down always. So everything is awesome.
Бәрі керемет. Махаббат деген жігіт қойып алып жүр. Аны. Бізді қонаққа шақырды. Киіз үйге. Қазір қойды қамағаннан кейін үйіне кіріп тамақ жеп біраз әңгіме айтамыз. Бізді қонаққа шақырған махаббаттың енесін алдынан мынандай ағаш көрдім. Ат байлайтын. Осындай сақаларда да бар. Hayda! Çü! Hey! 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 Çü! Hayda! Good morning, қайырлы таң. Міне Ақкөлден кеттік. Үстінде қар жатыр енді. Біз қонған жердің бәрі қар басып кетіпті қазір. Қыс басталды деген сөз о жерде. Келесі. Келесі сезонға дейін. Қош болыңыздар, біз соңғы видеоның осы жылға байланысты. Демалыс, қысқы демалыс, қыстауға кетемін. Жайлау бітті, менде қойшылар сияқты. Етті. Таулардан қайттық, шықтық. Тегеске жақындап қалдық. You're going out from this mountain, saying goodbye to this beautiful place. Today is last day of outdoor time for this year. Maybe not. Міне аттарым түйеден қорқып жатыр. Ой, қақи. Түйе ол, түйе. Саяхаттың соңғы көріністерінің бірі Тегес ауылы.